7-ші сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. 22-ші тапсырма: сөйлемдерді оқы. Қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Оларды самалап оқы. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Біз Абайдың көзқара сөздерін, өлеңдерін оқимыз. Айша, Жанар, Сәуле үшеуі дос. Жел дүрілдейді, ысқырады. Ләйла үйге барсын, тынықсын. Қара сөздерін, нелерін, қандай сөздерін, өлеңдерін, нелерін. Айша, Жанар, Сәуле кім? Дүрілдейді, не істейді, ысқырады, не істейді. Барсын, не істесін, тынықсын, не істесін. 23-ші тапсырма: сөйлемдерді оқы. Сызбаларға қарап бірдей сұрақтарға жауап беретін сөздер сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқаратынын байқа. Қастек, Музаффар, Ескен балаларға арнап бірнеше кітап жазды. Кімдер кітап жазды? Ол сенен оқысын, үйренсін. Ол не істесін? Біз табиғатты, ауаны, қоршаған ортаны қорғаймыз. Біз не істейміз? Біз табиғатты не істейміз? Табиғатты кім қорғайды? Біз қай жерді қорғаймыз? Сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай мүшелер дейміз. Бірыңғай мүшелер сөйлемдегі бір мүшемен ғана байланысады. Мысалы, Әсем демалыс кезінде көрмеде, мұражайда, театрда болды. Сөйлем ішіндегі бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. 24-ші тапсырма: өлеңді көшіріп жаз. Байқоңырым, байлығым, биіктеткен бағамды. Тоқтар, Талғат, айдыным, ғарышкерлер табанды. Бірыңғай мүшелердің астынсыз және олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Бірыңғай мүшелердің астынсыза кететін болсақ, бұл жерде бізде бірыңғай мүшелер Тоқтар, Талғат, айдыным. Өлеңнің мазмұны ғарышкерлер туралы айтылған. 25-ші тапсырма: бірыңғай сөзінің мағынасына мән бер. Бұл сөз нені білдіреді? Бізде бірыңғай дегеніміз бәрі бір ғана сұраққа жауап береді, бәрі бірдей мағына береді дегендей мағынада айтылған. Бірыңғай мүшелердің бір-біріне ұқсастығы неде? Бірыңғай мүшелердің бір-біріне ұқсастығы олар бірдей сұрақтарға жауап бергендігі. Бірыңғай мүшеге өзің мысал келтіріп дәлелде. Айша, Айдын, Аяу, Аяла төртеуі алма теруге барды. Бұл жерде бізде бірыңғай мүшелер Айша, Айдын, Аяу, Аяла. Бұлар бірыңғай мүшелер, өйткені бәрі бір ғана сұраққа жауап береді, сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқарады, бәрі бір сөз табынан болады. 26-ші тапсырма: сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірыңғай мүшелерді тауып, олардың бірыңғай мүше екенін дәлелде. Ұлықбек Әмір Темірдің немересі. Бұл жерде бірыңғай мүше Ұлықбек. Ол жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болады. Бұл жердегі бірыңғай мүше поэзия, философия, тарих, астрономия. Ұлықбек Платон, Аристотель, Птолемей сияқты грек ғалымдарының еңбектерімен ерте танысады. Бірыңғай мүше Платон, Аристотель, Птолемей сияқты грек ғалымдары. Бұл бізде бірыңғай мүше. Олар Орта Азияның ұлы ғұламалары Әл-Фараби, Әл-Бируни, Ибн Сина еңбектерін жете меңгереді. Бұл жерде Әл-Фараби, Әл-Бируни, Ибн Сина. Дәлелдеу үлгісі. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып және де каналға тіркеліп кетейік. Мен сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын тағы шығарып отыратын боламын.